Бүгін сіздерге алмалы бәліш деп аталатын пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецептің маған ұнайтыны өте тез жасалады және дәмі де ерекше болып шығады. Ең бірінші ыдысқа ұн, қант, шымшын тұз сеуіп араластырамыз. Содан кейін сары май салып жақсылап араластырамыз, крошка болғанша. Су құйып қамыр иеміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Алманы жуып, төртбұрышты кесіп шығамыз. Оған қант, шопар жаңғағын сеуіп араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды шығарып, екіге бөлеміз. Бір кішкентай бөлігін үстін жабуға алып қаламыз да, ал үлкенін жайып формамызға қойып шығамыз. Ішіне салмасын саламыз. Алып қалған екінші қамырымызды жайып, кесіп, үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін оған қант ұнтағын себеміз. Пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.